Мен Павлодар қаласы жетекші жалпы орта білім беру мектебінің мұғалімі Орынғазиева Жазира Орынғазықызы. 2017 жылы тиімді оқыту курсын тәмамдап сертификат алдым. Бүгінгі күні біздің қоғамға проблемаларды шеше алатын, сындарлы ойлайтын жастар қажет. Күрделігі күн сайын артып жатқан заманда тек білімнің болуы жеткілікті емес. Мен сіздерге өзімнің сабақтарымда қолданып жүрген бірнеше әдістерді ұсынбақпын. Сабағымның тақырыбы пайыз тақырыбы 6 сыныпқа арналған. Мақсаты пайыз тақырыбын қайталау, жүйелеу. Осы мақсатқа жету үшін мынандай мен тәсілдерді қолдандым. Бірінші, білу ойлау деңгейінде шаңырақ деген әдісті. Бұнда балалар сын тұрғысынан ойламай отырып, пайыз ережелерін қайталап, пайыздың өмірде қолдануын сипаттап береді, сұрақтарға жауап береді. Екінші, қолдану ойлау деңгейіндегі сын тұрғысынан ойлау, ақпараттық технологияларды қолдану, оқу мен оқудағы жаңа тәсілдер модель идеясы енгізілген пікір алмасу әдісін қолданды. Бұл әдісте мен топтарға пайызға байланысты Павлодар және Баянауыл ұлттық паркі туралы құрастырылған есептерді шешу ұсынылды. Топ қатысушылары жауаптарын телефонға жазып, белгі берген кезде барлық жауаптарын ашып көрсетті. Алдымен пазл құрастырды. Пазл құрастыру барысында рухани жаңғыру белгі символы, кемпіртас, Баянауыл ауданының ескерткіштері, көлдерінің суреттері құрастырылды. Мұндағы мақсат рухани жаңғыру бағдарламасының аясында туған жерге деген сүйіспеншілікті арттыру, оның ерекше өзен көлдерінің тарихынан сыр шерту, аңыздарына тоқталу, яғни балалардың туған жер тарихын білуге тәрбиелеу болды. Бұл әдістің ерекшелігі есептің шешімін әр оқушы өзі шығарады және қате болса топтар арасында талдап қателікті сол сәтте жоюға бағытталатын тиімді әдіс, мен үшін тиімді әдіс болып саналады. Келесі, оқудағы жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту, сын тұрғысынан ойлау, оқу үшін бағалау, модель идеялар енгізілген топтастыру тәсілін қолдандым. Оқушының мұнда оқушыға берілген есептерді санның пайызы бойынша санды табу, екі санның пайыздық қатынасы, осы үш түрге есептерді топтастыру ұсынылды. Оқушылар бір-бірімен диалог құра отырып, сын тұрғысынан ойланып, есептерді топтастырды. Дайын жауаптар арқылы плюс-минус қызықты әдісі арқылы бағалады және де өздерінің осы есептерді ажырата алатындықтарын баспармақ әдістер бойынша бағалады. Одан арғы қарай шыңға шығу жолы деңгейлік тапсырмалар орындап, сабақтың соңында кері байланыс 5 саусақ ұсынылды. 5 саусақ, әр оқушы кері байланыс 5 саусақты толтырғаннан кейін тақтадағы Қазақстан Республикасының картасына өздерінің толтырылған 5 саусақтарын іліп, сабақты Қазақстанның болашағы жастардың қолында деп. Ал енді мына жердегі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші бастайды, Даниярдан бастаймыз. Пайыз түсінігін тұжырымдаңыз. Пайыз деп санның 100-ден 1 бөлігін атайды. Пайыз сөзін қашан және қалай кездестірдіңіз? Мысал келтір. Менің телефонымның қуаты 100%, ал адамның ағзасында 75% судан тұратынын білемін. Пайызды білудің пайдасы бар ма себебін түсіндір. Өндірістегі және халық шаруашылығындағы ақшалай қаражатты тиімді жұмсау. Пайыз сөзі қанша және қалай кездестірдіңіз? Мысал келтіріңіз. Жылғы қысқы киімдері 50%-ға жеңілдетіледі. Пайыз бөлшекпен жазу үшін не істейміз? Пайызды бөлшекпен бөлу үшін 100-ге бөлеміз. Пайыз ұғымы тағаммен байланысы қандай? Мысалы, сүт 15%, қаймақ майлығы 15%. Натурал санды пайызбен жазу үшін не істейміз? Натурал санды пайызбен жазу үшін 100-ге көбейтеміз. Енді Нұрбақыт бізге осы айтылғандар бойынша пайыз тақырыбын қорытындылап ережесін дұрыстап айтамыз. Пайыз дегеніміз санның 100-ден 1 бөлігі. Пайыз банкте, дүкендерде, математика сабақтарында кездеседі. Келесі тапсырмамыз сендерге пазл қиындылары беріледі. Осыны құрауымыз керек, сосын артындағы тапсырманы орындаймыз. Бірінші, суретті құраймыз.
қабаты, ауасы өте таза, ол адамға өте пайдалы. Көп адамдар сол жерге барып демалады. Демалуға барады. Қазақстанның көрікті бір жерлерінің бірі. Дұрыс, отырамыз. Енді тапсырманы жалғастырамыз. Бұл жағында тапсырма бар. Сол тапсырманы орындаймыз. Жеке-жеке. Сосын телефонға жазамыз жоқ. Так, ал сендердің суреттерің қандай сурет болды? Кемпіртас. Кемпіртас. Ол туралы не айта аламыз? Ол Баянауыл ауданында Торайғыр ауылында орналасқан. Сосын қандай? Сол туралы бір аңыз шығарылды. Аңыз бар, иә? Аңызды білемісің? Иә. Ал айта ғой. Қандай аңыз? Түнде барлығы ұйықтағанда малдар су ішкенде ол малдарды ұрлайды. Иә, мұста кемпір малдар жоғалып отырады, иә? Сосын ары қарай. Болды. Айны толықтырасың? Айта. Сонда бір жігіт түнде ұйықтамас үшін қолын кеседі. Сонда ол жалмауыз кемпірді көреді. Сонда онымен алысып шаршайды. Таң атқасын сол кемпір жердің астынан үлгермейді де тасқа айналады. Тасқа айналады, дұрыс. Естідік па? Мынандай осындай аңыз бар екен. Иә, біліп жүресіңдер. Келесі енді аударамыз, тапсырманы орындаймыз. Так, оқиды бірінші жақта, бірінші топта. Қандай тапсырма берді оқи қойыңдар? Баянауыл ұлттық мемлекеттік табиғи паркі 1985 жылы құрылған. Оның жалпы аумағы 60 мың гектар құрайды. Ал Жасыбай орманшылығы 22.904 гектар болса, Жасыбай орман шаруашылығы ұлттық парктың қанша пайызын қамтиды? Ал енді ойланамыз. Әрқайсымыз жеке ойланамыз. Сосын телефонға жауабымызды жазамыз. Ал екінші топ сендерде қалды. Оқи ғой. Қазақстанда өсімдіктердің 15 мыңдай түрі бар. Ал Баянауыл өңірінде өсімдіктер дүниесі тамырлары өсімдіктердің 474 түрін қамтиды. Баянауылдағы тамырлы өсімдіктер барлық өсімдіктердің қанша пайызын құрайды? Қанша пайызын құрайды? Ал тамырлы өсімдіктер қанша пайызын құрайтындығын табуымыз керек. Әрқайсымыз жеке-жеке ойланамыз да, жауабымызды телефонға жазамыз. Жауаптарымызды көрсетеміз енді. Ортаға қоямыз телефонымызды, барлығымыз. Қараймыз, қандай жауап шықты? Келісесіңдер ме? Айнұр, сенде қандай жауап болды? Көрсет телефоныңды. Қандай жауап болды? 38 бүтін мыңнан 3,16 пайызы тамырлы өсімдік екен. Сендерде қандай сұрақ болды жаңа? Баянауыл және Жасыбай қанша пайызы деді? Иә, қанша пайыз екен сонымен? 38 бүтін мыңнан 73 пайыз. 38 бүтін мыңнан 73 пайыз. Так, келесі тапсырма, дәл сондай тапсырма. Андағын жинаймыз. Келесі тапсырма, дәл осылай орындаймыз. Мынау туралы не айтасыңдар? Ол Баянауыл ескерткіші. Баянауыл ауданында орналасқан. Иә. Ал құрап болдық па? Қалай айтамыз? Бірінші сіздерге қандай сурет? Рухани жаңғыру мұғалім. Рухани жаңғыру. Ал рухани жаңғыру туралы не айта аламыз? Қай қараймыз рухани жаңғыру туралы не айта аламыз? Басқалар. Сендер. Ол Нұрсұлтан Назарбаев біздің президентіміздің өз отанына қарай сүйіспеншілігіне орай рухани жаңғыру деген бағдарламаны ұсынған, иә? Алдағы жылдарға бізге қандай міндеттер орындау керек, сол міндеттерге байланысты. Енді тапсырманы Адам тұрады. Ұлттық құрамы бойынша қазақтар 37 пайызды құраса, қалада қанша қазақтар тұрады? Ал қанша қазақтар тұратын? Әркім жеке-жеке есептейміз, сосын бірге талқылаймыз. Жазамыз жауаптарымызды, келесі екінші тапсырма жауабын тез жаза қоймыз. Тез уақыт болмаймыз. Қане көрсетеміз енді.
Сендерде қандай жауап болды? Аружан, сенікі? Неге олай? Кімдікі дұрыс? Алып көрсетеміз. Архан, сенікі дұрыс емес. Міне дұрыс. Онда 122.470. Шығару жоғандай қараймыз, иә? Нет, Аружан, сен қай жерде оқисың? Сонымен жауабы қандай болды? Нұрбақты оқып береді бізге есептің шартын және жауабын. Шарты Павлодар қаласының қалалық және ауылдық мекендерінде 331 мыңнан аса адам тұрады. Ұлттық құрамы бойынша қазақтар 37% құраса, қалада қанша қазақтар тұрады? Қалада 122.470 қазақ тұрады. Сонымен Павлодар қаласында 122.470 қазақ тұрады екен. Ал есептерді жаңағы видеодан көргендерге байланысты 3 түрге топтаймыз. Ал бастаймыз, иә? Бірінші мысалына 4-ші есеп қай түрге жатады, сол түрге жапсырамыз. Мен қандай? Мен екінші. Ал бастаймыз. Есептерді топтастырамыз. Қай түрге жататынына байланысты. Бастаймыз, топтастырамыз. Қай түрге жатады? Алма бағында алма жиналды. Bir күнде 4840 килограмм жиналды. Жиналған алманың 25% дүкенге жіберді. Ал қалған қоймаға неше килограмм алма жіберілді? Менің ойымша бұл санның пайызына жатады. Мотоциклші қандай да бір қашықтықты жүріп өтті. Жолдың 1%-ын ол ауыларалық жолмен жүрді. Бұл 3,2 километр құрады. Мотоциклші бір күнде қандай қашықтықты жүріп өткен? Оқушы кітаптың 138 бетін оқып бітірді. Бұл кітаптағы барлық бет санының 23%-ын құрайды. Кітапта неше беттен тұрады? Бірінші. 80 тоннаны күрішті өңдеу барысында 60 тонна дақыл алды. Күрішті өңдеу барысында қанша пайыз дақыл шыққанын тап. Мен ойымша ол Екінші. Слесарь мен оның оқушысы 1200 бұйым жасады. Оқушы барлық бұйымның 30% жасады. Оқушы қанша бұйым жасады? Бірінші. Бір бөлімнің ауданы 15 метр квадрат және ол пәтердің барлық ауданы 25% құрайды. Пәтердің барлық ауданын тап. Бірінші. 8-ші. Сыныптағы 40 оқушының 4 пен 5-ке 18 оқушы оқиды. Сыныптың оқу сапасы қанша пайыз? Мотоциклші қандай да бір қашықтықта жүріп өтті. Жолдың 1%-ын ол ауыларалық жолмен жүрді. Бұл 3,2 километр құрады. Мотоциклші бір күнде қандай қашықтықты жүріп өткен? Менің ойымша пайызды сан пайызы болады. Мен үшінші. Тексереміз, бағалаймыз. Қайсысы қай түрге жатты? Дұрыс тексерді ме? Дайын жауаппен бағалаймыз. Ал бағалаймыз. Тексереміз.
қиындықтар бар десек, бұлты бар күнді көтереміз. Қиындық туғызса, бұлтты көтереміз. Ал бағалаймыз. Өзімізді әркім өз-өзін жеке-жеке бағалайды. Бағаладық. Дилара көрсетеміз. Бағаладық. Жақсы.